Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгінгі видеоға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоның тақырыбынан түсініп тұрғандарындай, бүгінгі видеода мен подписчигімнан подарка алатын боламын, және де плюс бір вишка болатын болады. Яғни бүгінгі видео өте қызықты болды, сондықтан видеоны до конца қарап, еңбегімді бағалап, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытып кетпеңдер. Ал мен енді видеомды көпке созбай тезірек бастаймын. Так, біз видеоның басында, өзіме машина алатын боламын қазір. Так, бұдан птс-ін сұрап жүретін болайық. Яғни осындай бір Mark 2 деген машина, осы машина нормальный ценаға келіп тұр. Қазір бізде птс-ін жібердік, қарайық птс-ның ішінде не бар екен достар. Так, птс-ның ішінде бізде спорт и нитро 10X бар екен. Бұны алуға стоит. Қазір біз бұдан енді крайын сұрап алдым, и мен бұны 380 мың рублиге алатын боламын. Бізде 380 мың рублей минус, және де мен бұның багажнигіне қазір өзімде бар скиндарды және заттарды салып қоятын боламын. Барлығын салып болдық. Енді біздің қолымызда 271 мың рублей қалды. Енді осы ақшаға біз қазір бұның цветін өзгертіп, фар цветін өзгертіп, и стропоскофия қосып келетін боламыз. Мінекей басыңға түсі осындай голубойлау, аспан көктеу ма, сондай. Енді біз қазір кузов и цвет кузовқа барып, и осы жақтан біз так. Мына жақта жалпы вибр көп, осы Mark 2-ға ұқсататын, и мен осылардың ішінен қара цветті таңдай салдым, өйткені өзіме нормальный болып көрініп тұр, сондықтан осы қара цветке бояй береміз пока что. Қазір цвет фарға кіреміз да, осы жақтан біз әрине ақ цветті таңдай саламыз, өйткені бізде сары цвет кішкене біртүрлі болып тұрады осы машинаға, и біз енді шығамыз. Мінекей достар, жаңағысынан кішкене нормальный болып қалды. Енді біз қазір стропоскофия қосып жіберейік десем, мына жақта стропоскофия жоқ, сондықтан мен стропоскофияның бірінші типін қосып алып осылай шықтық достар. И мінекей достар, біз полный істеп болдық. И мына жақта біз қазір бір ежедәуіне кейс ашып жіберейік. Так, и осыдан кейін мен келесі күні кейс жинап ашқан болатынмын, 3-4 кейс. Қазір алдағы уақытта сіздерге көрсететін боламын. И оның бәрі бізде достар 4 бомбический кейс болу керек. И біріншісіне бізде осындай Mercedes түсті, екіншісінен Priora, осылай. Сосын бізде король бомжа түсті, и оны мен распыт етіп жүрген болатынмын. И соңғысынан бізде Gola 2 деген машина түсті. И осылай, и мына машинаны қазір біз бұны кеше алған болатын, уже бір күн өтіп кетті достар. Осыны мен сатып жіберейін деп шештім, и мына жақта багажнигіндегі заттардың бәрін алып алайын. Машинамды сатайын деп жатсам, мына жақта Ера Мырзабай деген бала мен сенің подписчигім деп жатыр. И мына жақта маған видео қосшы деп жатыр. Қазір бізге трейд лақтыратын болады, көреміз не беретінін достар. Трейдін лақтырды, и біз далее деп трейдін қабылдап алатын боламыз, және де бізге қанша береді екен. И достар, бізде 160 рубль берді, и бұл қате болып кеткен сияқты. Екінші рет лақтырды да, осы жақтан 160 мың рублей берді. Ера Мырзабай, сен бүгінгі видеоны көріп отырсаң, саған абдуши осындай подписчиктеріме барлығыңа үлкен рахмет. И мына жақта біз әрине ебайт дейміз, өйткені 160 мың рублейді просто тегін бере салды. Сосын мына бала жаңағы маған подарка берген подписчигім, осы машинаны мен оған айтқам, яғни сен маған жаңа 160 мың рублей бердің, мен оған кішкене арзанға сатайын деп тұрдым, и ол маған 500 мың рублейге алды. Әрине бұдан рукамызды алып жүретін боламыз. Низкий классқа осы машинамен бара жатқан кезде бізді ойыннан лақтырып жіберді, яғни краш беріп жіберді, и қазір біз ойынға қайтып кіретін боламыз. Ойынға кіре сала сразу мен чатқа ревард деп жазған болатынмын, және де осы жақта менде кейстан түскен заттар бар. Мінекей бізде Priora и осы Mercedes көлігі, ана Голаны не істедім десіңдер, оны мен сатып жүрген болатынмын. И оны видеоға түсіруді ұмытып кеттім. И мінекей достар, бізде қазір бірінші осы Prioramыз кететін болады косқа, селкар, и бұны косқа слит етіп жүретін боламыз. Сосын мына екінші Mercedesті мен сатайын десем, мына жақта авторинкке келіп сатқан болып, мына жақта біреу не жасап жатыр, абмен жасап жатыр, қабылдап көрейік не істейді екен. Так, и чатты ашып қоямыз. Өзінің Prioraсын таңдады, и бізде так Priorama не ойлау сондай. И бізде ито мен 200 мың рублей қосып берем, и плюс ана менің машинамды алады, и Prioraға ауыстырғысы келіп тұр. Осындай бір скамчиктер дейміз бе, енді көрініп тұр не істеп тұрғаны. И мына көлікті тұрдым да, госқа слит етіп жібердім. И фаманың балдарымен келіп, мына фамада мен шығатын боламын, уже мен мына фамада жоқпын десем де болады. И осылай біз каракиден алып кеткен болатынбыз 1906 очкомен. Осылайша біз ютубилікке жол рубрикасының 8-ші бөлімінің соңында да келіп қалдық. И бүгінгі видеода біз түрлі заттармен айналыстық, яғни қазір біз вишка алдық, және мен подписчигімізден подарка алдық. И машинаны сатқан болатынбыз, и түрлі кейстер аштық. Бүгінгі видео өте қызықты болды деген ойдамын. И бүгінгі видео ұнаса лайктарыңды басып, арнаға тіркелуді ұмытып кетпеңдер достар. И біз уже
ертең фам ашатын боламыз, яғни мен сендерге запускте уақытын айтамын, қашан ашатынымызды. Осы Таганрог серверінде ашамыз. И егер кіргілерің келсе, сол запускты қараңдар, мен барлығын сол жақта айтатын боламын. И может быть сол фаманың несін, телеграмын ашып қалатын боламын. И кіргілерің келсе, в общем, сол жаққа жазасыңдар. Ал енді сендермен болған мен Нурик, бәріңізге пока-пока, чао.